Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы біз әрқашан біргеміз. Бүгінгі сабақта өзін-өзі басқарудың не екенін білесіңдер. Сыныпта өзін-өзі басқарудың ережесін құруды, ұжымдық шешім қабылдауды үйренесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бейне материалға назар аударайық. Балалар, бейне материалдағы әрекеттер сендерге таныс па? Ұжым дегеніміз не? Бір сәт ойланып көрейікші. Ұжым дегеніміз ортақ мақсаттары мен қызығушылықтары бар, атқаратын істері де ортақ адамдар тобы. Ендеше ұжым сөзі мен ұғымы мәні бір сөздерді тауып көрейік. Ұжым топтық талқылау, көшбасшы адамдар, жолдастық қарым-қатынас, ақпарат алмасу, құрмет пен жауапкершілік, ортақ мақсатқа негізделген жұмыстардан тұрады. Балалар, мақсат дегеніміздің өзі белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Бір сыныптың оқушыларын біріктіретін ортақ қандай мақсаттар болуы мүмкін? Ойланып көрейікші. Сынып оқушылары бірге оқиды, демалады және серуендейді. Сынып оқушыларын осындай мақсаттар біріктіреді. Балалар, сыныпта өзін-өзі басқарудың үлгісі болады. Өзін-өзі басқару бұл атқаратын ісін өз еркімен жүргізу. Сыныпта оқу, шаруашылық, спорт бөлімдері жұмыс жасайды. Сыныптың барлық жұмысын сынып кеңесі басқарады. Балалар, өздеріңнің сыныптарында өзін-өзі басқару қалай жүзеге асырылады? Ойланып көріңдерші. Өзін-өзі басқару, мәселен, оқу ғылыми шаралар, бұған олимпиада, ғылыми жобалар, сынып жиналыстары жатады. Келесі мерекелік шаралар, бұған байқаулар, концерттік бағдарламалар жатады. Балалар, мектепте құстарға қамқорлық тақырыбында жәрмеңке өтеді. Өз сыныптастарыңмен бірігіп, қандай ұжымдық жұмыстарды атқара алатындықтарыңды ойластырыңдар. Мәселен, ең алдымен жұмыстың мақсаты мен міндеттерін анықтайсыңдар. Шараға қатысатын ынталы, белсенді оқушыларды таңдайсыңдар. Жұмысқа жоспар құраласыңдар. Мерекелік дайындықты бастайсыңдар. Және сынып жетекшінің кеңесіне құлақ асасыңдар. Топта бірігіп, шараға дайындық жұмыстарын жүргізесіңдер. Ең соңында талдау жұмыстарын жасайсыңдар. Сендердің сыныптастарыңа суық тиіп ауырып қалды. Сыныптастарыңмен қандай ұжымдық әрекет жасар едіңдер? Бір сәт ойланып көріңдерші. Сыныптастарыңа сынып жетекшілерің арқылы хабарласып, хал жағдайын біліп, көңілін көтеріп, барып қайтуларыңа болады. Жарайсыңдар. Келесі жағдаяттан шығып көрейік. Мектепшілік алтын күз байқауы өтпекші. Сыныптан бір қыз бала қатысуы тиіс. Сыныптың бір бөлігі Айнұрды қолдаса, бір бөлігі Ақботаны таңдайды. Сыныптастарымен бірігіп қандай шешім қабылдар едіңдер? Ойланып көріңдерші. Балалар, оқушылардың іс-әрекетіне, қабілеттеріне қарай таңдағандарың дұрыс. Сонымен қатар байқау ережесін де ұмытпағандарың дұрыс. Жарайсыңдар. Кез келген ұжымда әр алуан пікірлер болады. Осындай келеңсіздіктерді болдырмас үшін өзін-өзі басқарудың ережесін білгендерің жөн.
Ендеше өзін өзі басқарудың ережесін бірге құрайық. Ең алдымен бірігіп жұмыс істеу, ұйымшыл тату болу, топ мүшелерінің пікірін тыңдау. Бұл ережелерді сыныптастарыңмен бөліссеңдер де болады. Тапсырмаға кезек берейік. Ақиқат не жалған екенін анықтайық. Ортақ қызығушылық пен ортақ іс автобус жолаушыларына тән. Ойланайық. Бұл пікір жалған пікір. Ортақ қызығушылық пен ортақ іс бір сынып оқушыларына тән. Мен сендерді мақтан тұтамын. Ұжым бірлікпен сипатталады. Бұл сөйлемнің ақиқат не жалған екенін анықтаңдар. Ұжым бірлікпен сипатталады. Бұл сөйлем ақиқат. Жарайсыңдар балалар. Өзін өзі басқару атқаратын ісін өз еркімен жүргізу. Жарайсыңдар балалар. Бұл сөйлемде ақиқат пікір. Бәрекелді. Тапсырмаға кезек берейік. Мақсаты мен қызығушылығы, атқаратын ісі ортақ адамдарды қалай атайды? Тұлға, ұжым, оқушы. Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, ұжым деп аталады. Ұжымдық шешім қалай қабылданады? Жеке, жұппен, топпен. Жарайсыңдар, топпен қабылданады екен. Өзін өзі басқару ережесіне жатпайды. Бірігіп жұмыс істеу, ұйымшыл, тату болу, топ мүшелерінің пікірін тыңдамау. Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, өзін өзі басқару ережесіне топ мүшелерінің пікірін тыңдамау жатпайды. Өзін өзі басқару жұмыстарына оқушылар қалай қатысады? Мәжбүрлі түрде, ерікті түрде, жоспарлы түрде. Жарайсыңдар балалар, өзін өзі басқару жұмыстарына оқушылар ерікті түрде қатысады. Сынып оқушыларын қандай ортақ мақсат біріктіреді? Үйде ойнау, сыныпта сабақ оқу, сауда орталығын аралау. Мұқият ойланайық. Сынып оқушыларын сыныпта сабақ оқу мақсаты біріктіреді. Келесі сұрақ. Сыныпта ұйымдастырылатын қандай шараларға қатысқан ұнайды? Өз пікірлеріңді білдіріңдер. Дәптерлеріңе жазып қалдырсаңдар болады. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, бүгін өзін өзі басқарудың не екенін білдіңдер. Сыныпта өзін өзі басқарудың ережесін құруды және ұжымдық шешім қабылдауды үйрендіңдер. Ендеше бүгінгі сабақтағы өз білімдеріңді бағалаңдар. Ол үшін сабақта білген, түсінген және толықтыруларын қажет ақпаратты дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.